35-ші есеп. Бірінші құбыр хауызды 8 сағатта толтырады, ал екінші 6 сағатта. Хауыздың 8-ден 7 бөлігін бірге толтыру үшін екі құбырға қанша уақыт қажет? Біз былай салып алайық. Мысалы, хауыз деген ол бізде осындай болсын. Және осы хауызды екі құбыр толтырып жатсын. Мынау бірінші құбыр болсын, мынау екінші құбыр. Екі жағынан сумен толтырып жатыр. Мынау су. Енді қарайық. Бірінші құбыр жалғыз өзі 8 сағатта толтырады осы хауызды. Ал екінші құбыр ол 6 сағатта толтырады. Бізге мұнда хауыздың көлемі берілмеген, сол себепті біз бұл есепті өнімділік арқылы шығарамыз. Онда біз өнімділік арқылы шығарсақ, хауыздың сыйымдылығын біз бір бүтін деп белгілейміз. Ендеше осы бір бүтінді толтыру үшін бірінші құбыр 8 сағат жұмсайды. Онда оның осы құбырды толтыру жылдамдығы осындай болады. Яғни ол бір хауызды толтыру үшін 8 сағат жұмсайды. Яғни ол бір сағатта осы хауыздың 8-ден 1 бөлігін толтырады. Яғни 8-ден 1 бөлігі 1 сағатта. Онда екіншінің жылдамдығы, толтыру жылдамдығы 6-дан 1 болады. Хауыздың 6-дан 1 бөлігін 1 сағатта толтырады. Ал егер екеуі бірге толтыратын болса, онда олардың жылдамдықтары қосылады. 6-дан 1 қосылған 8-ден 1. Ортақ бөлімі 24 болады. Мұнда 4, мұнда 3, 24-тен 7. Яғни екеуі бірігіп, 1 сағатта хауыздың 24-тен 7 бөлігін толтырады. Енді бізге айтады, хауыздың 8-ден 7 бөлігін толтыру үшін екі құбырға қанша уақыт қажет дейді. Егер хауыздың 8-ден 7 бөлігін толтыру қажет болса, және олардың толтыру жылдамдықтары осындай болса, біз қанша уақыт кететінін білу үшін 8-ден 7-ні 24-тен 7-ге бөлеміз. Бірінші бөлшек орнында қалады, бөлу көбейтуге айналады, және екінші бөлшек кері айналады. 7-ден 24. 7 мен 7 қысқарады, 24 мен 8 қысқарады, мұнда 1, мұнда 3. Сонда жауабында 3 сағат шығады. Демек, хауыздың 8-ден 7 бөлігін бірге толтыру үшін екі құбырға 3 сағат қажет. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.